10 күннен кейін түрк құдаларды күтіп аламыз. Ең алдымен күтіп алу үшін мамам как раз Алматыға келген болатын. Алматыға келгеннен кейін сразу тойға, құдалыққа тойға көйлек алып алайық деп мамама көйлек таңдадық. Сонымен мына тройканы алып алды мамам. Ертең құдаларды тауға апарған кезде киемін деп. Сонымен көйлегімізді, двойкамызды барлығын алып алғанбыз. Папама 80 мыңға костюм алған болатынбыз. Соны костюмы уже дайын тұр. Папама костюм керек те емес. Бір костюмын 2-3 тойға киіп тастайды. Сөйтіп, біздің үйде қазақша көрпелер жоқ болған. Қазақша көрпелерді алып алдық. Мына жақта Мехмет мәз, 10 күннен кейін әке-шешесі келеді, туған туыстары келеді, бауырлары келеді деп. Сонымен біз ауылға қайтып кеттік. Мамам, папам барлығымыз, інім бар. Інім Астанадан келген болатын. Навес жасаттық. Навесті өзінің ұстасы жасап жатыр. Інім үйдің алдын барлығын тазалап, шөптерін орып, ертең құдалықта керек болады деген ағаштарды жарып жатыр. Навесті бітіргеннен кейін енді стяжкасын папам өзі құйып жатыр, бауырыммен бірге. Сонымен жасалып жатыр бұл жұмыстарда. Енді мына бауырым айтқан, навесті краскілі деген, соны әлі краскысын бітірмей жатыр. Кешке қыдырып кетеді, сосын обедке дейін ұйықтайды. Соны тез давай бітір деп, мен өзім мына жақта үйдің бәрін шығарып тастағанмын. Новыйдан клем алғанбыз. Ескі клемдердің барлығын өртеп, жуатын жуып, ескіге жіберіп тастадым. Сонымен мына жақта үйдің барлығын шашып тастағам. ТВ зона орналастырдық. Жаңағы кір кілемдердің бәрін жууға бердім. Сонымен осылай эмульсияладым үйдің төбелерін, нелерді, обойларды жуып тастадым. Сонымен есіктерді бояп тастадым, есіктерді алып тастадым еще арка